Қайырлы күн, құрметті тыңдарман қауым. Еңбек адамы көркем әдебиетте атты байқауға қатысушы Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы Бурабай ауданы Щучинск қаласы жоғары техникалық колледжінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің оқытушысы Жайкенова Жанар Дүйсенбайқызы. Бүгін мен сіздерге Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алаш әдеби сыйлығының иегері, жазушы Сәуле Досжанның ұлттық намыстың үлгісіне айналған қазақ батырының біздің заманғы дара бейнесі Жақсылық Үшкемпіровтің өміріне жазылған Біртуар атты деректі роман оқуды оқырман қауымға насихаттағалы отырмын. Әлем чемпионы Жақсылық Үшкемпіров Жамбыл облысы Талас өзені бойында дүниеге келіп, Талас өзеніне сол кездегі балалар сияқты жүзіп өскен елгезек тәрбиелі бала болып өсті. Алып анадан туады дейді халқымыз. Тегі асыл қазақтың маңдайына біткен Жақсылықтай біртуар баланы дүниеге келген Күнтөре ана кіші жүздің табын руынан болатын. Жақсылықтың тәрбиесін қолға алған сүйікті әжесі Бәтима. Әкесінің ұл баланы қатаң тәрбиелеу көзқарасы да әсер етеді. Жыландар ордасында ұйықтаған Жақай. Ештеңеден қорқып жасқанбайтын, мынау не деген бала деп әжесі Бәтима күйіп пісіп жүргені. Жығылған күреске тоймайды дегендей, Жақсылық күрестің әдістерін үйреніп, бапкері оны өзінен мықты, салмағы жоғары жігіттермен күрескен сайын бойында ерекше бір құштарлық пайда болып, күреске тоймай қайраты таси бастады. Студенттер арасындағы біріншілікке дайындала бастады. 1980 жылы 19 шілдеде Мәскеудегі Владимир Ильич Ленин атындағы орталық стадионда 22-ші жаздық Олимпиада ойындары салтанатты түрде ашылды. Жарыстың тұсауын КОКП-ның бас хатшысы Леонид Ильич Брежнев кесіп, даңқты баскетболшы Сергей Белов алау тұтандырды. Жылдар бойы күткен күн де келді. Жарыстың алғашқы күні. Осы қызықты, әрі үлкен күш-жігерді талап ететін жарыс бұл шығармада әсерлі суреттеген. Жерлестері, бапкерлері бәріне де жеңіс туының биікте самғауын күтуде. Бұл оқиға әрі қарай қалай өрбіді? Бұл сұраққа жауапты әрине Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алаш әдеби сыйлығының иегері Сәуле Досжанның әлем чемпионы Жақсылық Үшкемпіров туралы Біртуар кітабынан табасыздар. Егер сіз отансүйгіш намысты қаһарман ұрпақ өсіргіңіз келсе, Біртуарды оқыңыз. Романның ішіне осындай асыл бейнені тәрбиелеу жолын көріп, келешегіңіз үлгі етіп, балаңыздың баласына қалдырар кітап осы Біртуар.